Сәлем балақай, Бөбек ТВ каналына қош келдің. Бүгін біздің тақырыбымыз сағат, уақыт. Сен сағат білесің бе балақай? Әрине, білетін шығарсың. Күні бойы сағатқа қарап, түнде де сағатқа қараймыз ғой. Тамақ ішерде, немесе далаға шығарда, ұйықтарда, және дәрумендер қабылдаған кезде де уақытқа қараймыз. Иә? Кәне, енді сағатты білеміз бе? Соны қарайық. Мынаны қара, қандай керемет. Бұл сағаттың ойыншық түрі. Кәне, айырмашылық бар ма? Жоқ, әрине. Тура дәл сағаттың өзі ғой. Мұнда тек қана құстың, жануарлардың, және де ракетаның, зымыранның, яғни суреттері белгіленген. Ал мұнда кім бар? Мұнда коала отыр ғой тығылып. Сағат тілшелердің ар жағында. Қандай керемет. Түсті, түрлі түсті. Ал қызыл, жасыл, сары, қызыл түсті. Мына жерде қызыл, сары түстер. Сағат тілі. Бұл білесің бе не екенін? Сағат тілі. Сағат тілі нені білдіреді? Ал, міне, бұл сағатта жалпы неше сағат, неше минут бар екен? Балақай, міне, санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 сағат бар екен. Сонда біздің сағатымыз 12 сағаттан тұрады. Ал енді неше минут бар? 1 сағат 60 минуттан тұрады екен. Міне, минутты көріп тұрсыздар. Бұл уақыттың сағаты болса, ал бұл уақыттың минуты. Кәне, мұнда тілше бар. Жасыл және де қызыл тілше. Үлкен және де кіші тілше. Ол нені білдіреді? Кіші тілше уақыттың сағатын көрсетеді. Ал қызыл үлкен тілше минутты көрсетеді екен. Яғни, міне, сағат 1 түскі уақыттың, түскі астың уақыты деп айтсақ болады, иә? Міне, сағат 1, ұзын тілше бірлет айналып шыққан кезде сағат 2 болады екен. Яғни, 1 сағатта 60 минут. Ұзын тілше бірлет айналады, кіші тілше бірлет қозғалады екен. Міне ішке қарады. Иә, балақай, уақыт деген өте пайдалы нәрсе. Сен өзіңнің үйінде неше сағат бар екен білесің бе? Міне, мысалға, сағат 1, түскі ас, сағат 2. Ол барлығында деп ойлаймын, тыныштық уақыты, яғни ұйқы уақыты. Ал сағат 3-ке дейін ұйықтасақ, 4-те шай ішеміз. 6-ға дейін далаға шықсақ, 7-де кешкі ас ішеміз. 9-да ұйқыға жатамыз. Және де сағат 7-де қайтадан тұрамыз. 8-де таңғы ас ішеміз. Сағат 11-ге дейін далаға шығып ойнаймыз. Сағат 12-де тамақ ішіп, немесе 1-дің кезінде тамақ ішсек, қайтадан ұйқыға кетеміз. Осылай күні бойы сағат айнала береді. Уақыт өзгере береді. Ал сен сағат оқу білесің бе? Кәнеке балалар, үйренейік онда. Міне, сағат 12 болсын. Иә, міне 12, тура 12. Екі тілшеде бір орында, бір бағытта тұрып, сағат 12 болды. Сағат минуттың тілшесі, қызыл тілше кішкене жылжыса, 12-ден 5 кетті деген сөз. Тағы да жылжыса, 12-ден 15 кетті деген сөз. Ал тағы кішкене жылжыса, 12-ден 25 кетті деген сөз. Ал 30-ға келсе, 12,5 болды деген сөз. Арғарай өзгешелеу болады. Кішкене 40 минут қалған. 12-ден 40 кетті, немесе 1-ге 20 минут қалды деп айтады екен біз. Ал бұлайша 12-ден 45 кетті дейміз, немесе 1-ге 15 минут қалды дейміз. Ал мынау минут 60-қа жақындаған сайын жасыл тілше 1-ге қарай жақындайды екен. Бұны қалай айтамыз? 12-ден 50 кетті, немесе 1-ге 10 минут қалды деген сөз. Ал тағы кішкене жақындатайық. 12-ден 55 кетті дейміз, немесе 1-ге 5 минут қалды. Ал 5 минут өткеннен кейін сағат тура 1 болды екен.
осылай ары қарай кете береді. 2 вот сағат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сағат деген зымырап өтеді ғой. Ал балақай, сағаттың тақырыбын түсіндің деген ойдамын. Келесі топтамадағы видеоларды көргің келсе, бұл видеоның астына лайк басып, Балақай ТВ каналына жазыл. Келесі көріскенше!